Бізде тақырып 6-7 зертханалық жұмыс металдардың қышқылдар ерітінділермен әрекеттесуі. Жоспар: металдардың қышқылдармен әрекеттесу ұғымы, реакцияның жалпы теңдеуі, реакция мысалдары, реакцияның сонымен қатар маңызы. Келесі бізде металдардың қышқылдармен әрекеттесуі. Металдар қышқылдардың ерітінділерімен әрекеттескенде химиялық реакция жүреді. Бұл реакция нәтижесінде тұз және сутек газы түзіледі. Бұл реакциялар көбінесе белсенді металдар мен сұйытылған қышқылдар арасында жүреді. Келесі бетте бізде реакцияның жалпы теңдеуі, металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің жалпы түрі, яғни металл және қышқыл бізде тұз бен сутек шығады. Келесі бізде металдардың белсенділік қатары, металдардың қышқылдармен әрекеттесу қабілеті, олардың белсенділігіне байланысты мұнда мысалдар көрсетілген: калий, натрий, магний. Сонымен қатар қорытынды. Металдардың қышқылдар ерітінділерімен әрекеттесу бізде химиядағы маңызды реакциялардың бірі. Келесіде біз қышқылды таңдаймыз, яғни H-хлор тұз қышқылын таңдап, сосын металл таңдаймыз, магний яғни. Тәжірибені жасаймыз, пробиркаға 50-100 мл H-хлор құямыз, сосын үстінен магнит қосып реакцияны бақылаймыз. Бізде магний хлориді және сутек түзілетін болады.